Сәлем достар. Менің атым Баян, фамилиям Бекболат. Қазіргі таңда СДУ университеті инженерия факультетті математика кафедрасында кафедра меңгерушісімін, ассистент профессор. Математикадан сабақ берем деп айтсам болады. Ал нақтырақ айтқанда, қазір мен Introduction to Fractional Calculus деген жаңа сабақты беріп жатырмын. Жалпы мектепте математиканы аса қатты жақсы көрдім деп айта алмаймын. Маған көбірек творчество ұнайтын. Мектепте өлең жарыстарынан қалмайтын, өлең шығаратын деген сияқты. Сосын әдебиетті қатты жақсы көретін. Одан кейін әдебиет апайым айтты, бұл жерде көп жұмыс жоқ. Сондықтан бір нақты ғылымға барғаның жақсы деді. Математикадан жақсымын деп айта алмаймын, бірақ сыныпта 5 бала бар болса, есеп шығаратын, соның біреуі болдым деп айта аламын. Содан мүмкін 5-шісімін. Содан Қазақ ұлттық университетіне, Әл-Фараби атындағы соған тапсырдым. Сөйтіп, сол университеттен 2011 жылы бакалавриатқа түстім. 2015-те бакалавриатты аяқтап, бакалавр дәрежесін алдым математика, ғылыми математика бағыты бойынша. Одан сол жылы ағылшыннан өте алмадым. Сол себепте бір жылдан кейін ағылшынға дайындалып магистратураға түстім. 2016-2018 ол кезде институт математикада оқидым. 2018 жылы докторантураға түстім. Жетекшім Тоқмағамбетов Нияз деген ағай болды. Ол кісі қазір толық профессор, мемлекет тарапынан алған. Үлкен мақалалар бар, тәжірибесі мол кісі. Сол кісіден оқыдым. Одан кейін қосымша шетелдік жетекшім Майкл Ружанский деген болды. Ол кісі Бельгияның үлкен профессоры, Гент университетінің. Сөйтіп, Казгу мен Бельгияның Гент университетінің арасында 2 диплом, қос диплом келісімі жасалды. Алғашқылардың бірі болып, мен сол қос диплом бағдарламасына түстім. Сөйтіп, 2019-да. Сөйтіп, 21-де бітірдім. Жұмысымның ұзақтығына байланысты, қос диплом алғандығыма байланысты кішкене көбірек созылды. Сөйтіп, Бельгияның Гент университетінен және Қазақ ұлттық университетінен осы өткен жылы 24-те диплом алдым қорғап. Қазіргі таңда сол PhD доктормын. Осылай математикаға келдім. Жалпы математикаға келуіме сол әдебиет апайым өзімнің Бақыт Советовна сол кісіні түрткі болды деп айта аламын. Сол қос диплом аясында келісім бойынша біз 6 ай мен үздіксіз, үзіліспен, 6 ай мен Гент университетінде ғылыми сапар дейміз ба, стажировкадан өтуім керек еді. Ал докторантуранікі 3 ай. Сөйтіп, 3 айлық стажировкамды Қазақ ұлттық университеті төлеп берді. Сөйтіп, Гент университетінде 3 ай болдым, одан кейін Гент университеті төлеп берді келесі 3 айымды, одан кейін тағы 3 ай болдым, потом тағы 3 айға бардым деген сияқты. Сөйтіп, Гент университетінде Бельгияда жалпы 9 айдай суммарный жұмыс істедім. Ол жерде байқағаным, жалпы ғылымға деген көзқарас, жалпы подход бөлек. То есть, біз енді Қазақстанда болғаннан кейін ба, кейбір ағаларым айтатын еді маған, жақсы ағаларым бар ғылымдағы. Егер ол бельгистер бізге келсе жақсырақ жұмыс істейді дейді. Мазалайтын заттар көп. Біздің үйдің шаруасы бар деген сияқты, қонаққа баруымыз керек, қонақтан келуіміз керек, тойға баруымыз керек деген сияқты шаруалар бар. Сөйтіп, біз жалпы ғылымда бір үздіксіз ойлана алмай қаламыз кейде. Ал Бельгияда менде сондай мүмкіндік болды. Яғни олар жағдайым жасап берді, орын берді, компьютер берді и болды. Таңнан кешке дейін тек ғылыммен айналсам. Сол кезде бір үздіксіз бір ай жұмыс істеп бастағаннан кейін жаңағы бір идеялар келе бастайды, кейде түнде тұрып ойланып деген сияқты. Ал Қазақстанда жүрген кезде көбіне ондай болмайды, өкінішке орай. А Бельгияда жүрген кезде именно сондай болды. Түнде оянып, түнде жазып деген сияқты. Өйткені
үздіксіз ойланған кезде және ешкім сені мазаламаған кезде адамға жақсы идеялар келе бастайды. Сондықтан шетелде жұмыс істеуге жалпы мүмкіндік өте көп жасалған деп ойлаймын. Именно менің айтқаным несі бойынша. Мен айтқанымдағыдай мағына бойынша. Әйтпесе, Қазақстанда да жақсы жағдай жасалған. Жыл сайын гранттар бөлінеді, ақшалар бөлінеді. О жағынан біздікі кем деп айтсам дұрыс емес шығар. Жалпы Қазақстан тырысады. Көп елдерден біреуден аз, біреуден көп болуы мүмкін, бірақ жалпы олар жағдай жасаса, біздікілер де жағдай жасауға тырысады. Просто жаңағындай фактор бар. Яғни о жақта бізді мазалайтын көп адам жоқ, сондықтан көбірек жұмыс істей аламыз. Жалпы сол магистратурада институт математикада оқып жүрген кезде, сол кезде езудан бір 10 шақты бала келді. Сол институт математикаға бола келді да олар. И сол кезде СДУ-дың сол 10 шақты баласымен группалас болдым, тағдыр солай жазды. Сөйтіп, оның арасында жаңағы менің жақсы көретін достарым, әріптестерім қазіргі таңда Фарух Машуров, Наурыз Тарғын, Мейірбек Сламхан сияқты сіздердің осындай мұғалімдеріңіз, мен группалас болдым, былайша айтқанда. И сол кезде мен қатты таң қалған едім. Осындай мінез құлықта, осындай тәрбиеде балалар болады екен ғой деген сияқты. Өйткені бәрібір СДУ-дың беретін тәрбиесі маған қатты ұнады, бөлек деп айтсақ болады. Ел арасында да құрметке ие СДУ, яғни тәрбие мағынасында көбірек. Сол кездегі қойылған сұрақтар жаңағы не үшін СДУ таңдап жатсыз деген кезде сонда айтқам, үйге жақын жаңағы сосын обед тегін береді екен деген сияқты. Сол кезде күлген ол кісі, қазір тегін емес, бірақ 50%-ін төлейсіз деп. Мотивация жаңағы біріншіден өзіме ұнайтын нәрсемен айналысып жатқаннан кейін мотивацияны содан алам. Сосын екінші маған студенттер мотивация береді, яғни қызығушылығы, олардың ғылымға деген ынта ықыластары маған үлкен күш қуат береді, мотивация береді. Білмедім, жалпы бірақ өзімнің ойым бірнеше әдістер қолданам, соның нәтижесі ма деп ойлаймын. Біріншіден жалпы тырысам, бірдеңе түсінсе екен, бірдеңе біліп алса екен, дәл осы Қазақстанның болашағы ғой, мына мен беріп жатқан сабақты біліп алмаса да, жалпы мотивация алып кетсек екен, ғылымға деген бір қызығушылығы оянса екен деген мақсатпен өтем. Ал кез келген мұғалім солай өтеді деп түсінем. Енді олардан ерекшелейтін фактор болса, студенттерді жеке-жеке тануға тырысам. Яғни бір семестр, 2 семестр жұмыс істеген студенттердің мінез құлықтарына дейін жаттап алуға тырысам. Дәлізде кетіп бара жатқанда болсын, жаңағы тоқтатып алып, қал жағдайларын сұрап, сабақтарын сұрайым. Сосын маған телеграмға жазса, телеграмға жауап берем, поштаға жазса, поштаға жауап берем. То есть студенттермен тығыз қарым-қатынас орнатуға тырысам. Лекцияның арасында жаңағы түрлі сұрақтар қойып, оларды оятып отыруға тырысам. Сосын өзімнің аталарым жайлы, ғылым жайлы қысқа-қысқа лекциялардың арасында рұқсат етілмеген болса да жаңағы әңгіме айтып тұруға тырысам. Жауап қарапайым, өзіме ұнайтын, өзім жақсы көретін жұмыспен айналысып жүргеннен кейін, біреудің жұмысын жасап жүрген жоқпын, содан кейін көңілді, өзіме ұнайды. Мен Қанат деген ғылымдағы үлкен ағам бар, сол кісінің айтатыны ғылымда ең маңыздысы бас емес, мінез екен ғой деп. Сондықтан адамның мінезі дұрыс болу керек екен ғой. Сондықтан студенттерге беретін кеңесім, бірінші адам мінезі дұрыс болу керек екен де. Егер мінезі дұрыс болса, яғни бір табандылық, еңбекқорлық, бір адалдық, сосын қайтпас қайсарлық, осындай мінездерді дамыту керек. Осындай мінездер болса, қалған білмей жатса да, бүгін білмесе ертең біледі. Үйренетін нәрсені үйреніп алуға болады. Адамның білген адам біледі, адам жасаған адам жасайды. Бірақ мына мінез болмаса қиын да. Сондықтан студенттерге беретін кеңесім мінезді дамыту керек. Яғни осы мінездер, осындай қасиеттер болса, онда ғылым жолы ашық деп ойлаймын. Қазір тек өзімнің айналып жатқан салам fractional calculus бойынша. Яғни fractional calculusқа қызығушылық танытқан студенттер болса, соларға жетекші бола аламын.
Fractional calculus деген бір туынды бар, екі туынды бар, үш туынды бар. Сол бір мен екі туындының арасында 1,5 туынды бола ма деген сұрақтар бар. Әдетте ондай сұрақтар қойылмайды. Бірақ ғылымда адамдар қызығады, сондай нәрселермен айналысады, яғни классикалық емес дүниелер. Сондай сұрақ қойылған, сондайға қызығатын балалар дегенде жалпы қыздар болсын, ұлдар болсын, сондайға қызығатын кісілер, студенттер болса, жұмыс істеуге дайынмын, иә. 3 бөлмелі үй, 95 квадраттай болады жобамен. Кухонный гарнитур заказ бергенбіз, үйді алғаннан кейін. Кішкене үй салып жатқан, үй жасап жатқан кісілер болса түсінеді, ол кішкене ұзақ процесс алады. Әйеліме барайық деп айтқам, сосын әйелім айтады, жерде тамақ жасаймыз ба, қалай деген сияқты. Содан кейін кухонный гарнитур заказ бердік. Сол кеше ғана келіп орнатылды. Енді бұйырса кіреміз алдағы уақытта. Ең маңыздысы гарнитур келіп жатыр. Әлі де бір-екі жерлер қалып кетті. Соны бітсе, одан кейін техника алып жатырмыз. Шетінен бұйырса осы февральдың басында ма екен, ортасына жеткізбей кіруге тырысамыз. Мен сенбедім, мүлдем күтпедім, өйткені өте ұзақ уақыт қаралды. Ең соңында институт математикаға жазам, жауап жоқ, белгісіз. Сонымен жарайды дедім да жүре бердім. Өйткені осыған дейін де институт математикаға көптеген сондай ұсыныстар келіп жататын, көп тапсыратым. И ол менің бірінші рет тапсырған конкурсым емес, былай айтқанда. Содан кейін күтпедім. И кешкісін институттың директоры Махмут ағай звондайды маған, өйстіп сізге үй берейін деп жатыр, Астанаға бару керек. Сөйтіп күтпедім, аяқ астынан әйелім звондаймын, өйстіп Астанаға бару керек екен, үй беріп жатыр, енді қайтем деп, айтады, жаяу болсын бармайсың ба деп, самолетқа билет алып. Содан кейін самолетқа билет арып, барып, сол жерде барып, вручать еткен кезде барып, көзім жетіп, әйтпесе сенбегем, бере қояды деп ойламадым. Өйткені бұған дейін ондай нәрсе болмағанда, яғни тегін үй бер. Осыған дейін мысалы менің институттағы басқа әріптестерім үй алған, то есть андай айына бөліп төлеуге, ипотекаға, мысалы арендный сияқты сондай нәрселермен алған. Маған да солай береді деп ойлаған, бірақ бұлай ештеңе төлемейтін беріп жібереді деп мұндай күтпедім. Қазақстанның бір орталығында, Қазақстан орталығында үлкен қала болса деп ойлаймын. Яғни университеті бар, завод, фабрикалар бар, бір-бірімен лабораториялар бар, бір-бірімен қайнап араласып жатқан. И сол қаланы Қазақстан түкпір-түкпіріне пойыздармен, самолеттармен келіп кетіп жатқан бір жүрегі іспеттес болса деген ойлаймын, бір ғылымның қаласы сияқты. Сондай бір қала болса екен, сол қала салсам екен, салмасам да соның бір дүниесі болса да жасай алсам екен деген үлкен арманым бар. Сондай. Менің арманым бір күректі, мысалы бізде Қазақстанда көптеген элементтер бар ғой бүкіл. Соның бәрін күрекпен, кәдімгі телешкімен бір заводқа кіргізсек, мына жағынан телевизор, басқа заттар шығарып атсақ деген. Яғни әрбір бөлшегіне дейін өзіміз жасасақ деген сияқты. Сондай ойлар мені жалпы итермелейді алдыға жұмыс істеуге.